Басында P және Q мәндерін табыңыз. Яғни, бұны табу үшін біздер былай істесек болады. Мына анықтесін беріп тұр ғой бізде. -5, 9, -9 дейтін. Мына бастапқы нүктені лямбданың бағытымен анықтесіне алып баратын болсақ, яғни айлары бойынша 1 қосылған 3 лямбда. 1 қосылған 3 лямбда бізде ан -5 болады, яғни x болады деген сөз. Және мына жерде g бойынша p қосылған -1 көбейту лямбда, бұл бізде p минус лямбда тең болады аның егергі 9. Және келесі үшінші теңдеу бұл бізде -5 қосылған q көбейту лямбда. -5 қосылған q көбейту лямбда тең болады -9. Осы жерден мына жерден лямбданы тауып алсам, бұдан лямбда бізде 3 лямбда тең болады -6 лямбда -2 деген сөз. Мына жерден пи тауып алсам, пи тең болады 9 қосу лямбда болса -2 тең болады, пи бізде 7-ге тең болады. -5 көбейту қосу q көбейту -2 тең болады -9. Сонда -2q тең болады -9. Оған апарып -5 мына жаққа шығаратын болсақ 5 қосылады, сол кезде -4 болады. Бұдан бізде q-іміз 2 тең болады. Сонда жауабы p тең болады 7-ге және q тең болады 2 болады. Міне. Келесі бысында B нүктесі 25-1, 11 нүктесі L түзуге тиісті екенін көрсетіңіз дейді. Бұны тиісті деп ойлайық та, мына алғашқы нүктені лямбданың бағытымен V-ға апаратын болсақ, біздер яғни айлары бойынша 1 қосылған 3 лямбда. Яғни мұны сияқты 1 қосылған 3 лямбда тең болады, оның x-і 25. Келесі теңдеу бізде p-дің орнына 7-ні қоямыз, сол кезде 7 минус лямбда болады, яғни ішінде 7-дің алдында -1 тұр, соны лямбдаға көбейтеміз, минус лямбда тең болады, бұл бізде -1-ге тең болады. В-ның y. Келесі -5 қосылған лямбда көбейту q бізде 2-ге тең, сонда 2 лямбда болады, тең болады 11. Енді қана осы жерден лямбданың барлығы бірдей шығатын болса, онда v нүктесі L-ға тиісті екенін көрсете аламыз. 1-ді алсақ 24, 24-ті 3-ге бөлсек, бұдан бізде лямбдамыз 8 шығады. Одан минус лямбда тең болады -1, бұдан 7-ні азайтсақ -8, минус лямбда тең болады -8, бұдан лямбда 8 болады. Екі жағын бөліп тастаймыз. Одан 2 лямбда -5 мына жаққа 16 болады, сонда лямбда бізде 8 болады. Демек, v нүктесі ол бізде L-ға тиісті деген сөз. Келесі S жағдайы. S нүктесі L түзуіне жатыр және OS L түзуіне перпендикуляр дейді. Яғни біріншіліктен S түзуіне жасайық та, L түзуіне жасайық, оның бойында мына жерде бір S жатсын. Сосын осы перпендикуляр дейді. Демек, O нүктесін мына жақтан алайық. O нүктесінің координатасы 0-ден болады. Бойын осы барса, бізде бұны перпендикуляр дейді. Енді S-ның координатасын табамыз. Жалпы S-ның координатасын лямбда арқылы жасауға, яғни L түзуінің бойына жатса, мына алғашқы бастапқы нүктені лямбда арқылы S-ға апаратын болса, 1 қосылған 3 лямбда болады. Яғни 1 қосылған 3 лямбда. Бұл бұның x-і. Y-і P бізде 7 болды ғой. 7 минус лямбда. 7 минус лямбда бұл бұның y болады. Осын -5 плюс 2 лямбда болады. Q бізде 2-ге тең болды. Кеттік келесі. Осы L-ге L түзуіне перпендикуляр болса, демек мына жердегі бағыттаушы векторына да перпендикуляр деген сөз. Демек L түзуіне осы перпендикуляр болса, онда L түзуінің бағыттаушы векторы да осыға перпендикуляр. Демек екеуінің скаляр көбейтіндісі 1-ге тең деген сөз.
осы вектордың координатасы, мына координаталардан 0 болып алып тастайтын болсақ, мынаның өзі шығады. 1 қосылған 3 лямбда, 7 минус лямбда, сосын минус 5 плюс 2 лямбда. Так, енді скаляр көбейтін ұсталайық. 3 көбейту 1 плюс 3 лямбда қосылған минус 1 көбейту 7 минус лямбда қосылған q дегеніміз 2 тем ғой, 2 көбейтілген минус 5 плюс 2 лямбда тең болады 0. Жақшаны ашайық. 3 қосылған 9 лямбда минус 7 плюс лямбда, минус болады. Минус 10 плюс 4 лямбда тең болады 0. Санның бәрін мына жаққа жіберейік. Так, 9 лямбда, 10 лямбда, 14 лямбда тең болады. Так, 3 минус 7 минус 4 минус 10 минус 14, оң жаққа шығарсақ 14 болады. Бұдан лямбда 1-ге тең. Сонда с нүктесінің координатасы, так, мынаны 1 қойсам 4 болады, 7-тен 1 алсам 6 болады, минус 5-ге 2-ні қоссам минус 3 болады. Сонда жауабы бізде с нүктесінің координатасы осы. Келесі д. Асы с-ға қатынасын табыңыз. Бірінші, асының координатасын табайық. Яғни с-дан аның координатасы мынауға. Минус 5, 9, минус 7. 4-тен азайтан минус 5-ті плюс болып кетеді, 9 болады. Одан кейін 6-тан азайтан 9-ды минус 3 болады. Одан кейін минус 3-тен минус 9-ды азайтан плюс болып кетеді, әжеде минус 3 қосылған 9 6-ны береді. Асы, одан кейін бізге с-ға тең болады. В-дан с-ны азайтамыз. В-ны координаты 25, 25-тен 4-ті алсақ 21. Одан кейін минус 1-ден 6-ны азайтсам минус 7. Одан кейін 11-ден минус 3-ті азайтам плюс 14 болады. Енді А-сының с-ға қатынасы бізде бұлардың сәйкес координаталардың қатынасын алсақ, болса x-ның x-ге қатынасы, яғни 9 бөлінген 21 бізде қанша? Мына бізде мысалы минус 3-тен минус 7 тең болады 6, 14. Так, 9 бұны қысқарады, 7-тен 3 болады. Минус плюске 7-тен 3 болады, 2-ші 7-тен 3 болады. Сонда жауабы асы с-ға қатынасы 7-тен 3 болады. Жауабы осы.